Сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз сіздермен бірге тауық етінен тез әрі оңай дайындалатын котлеттер дайындаймыз. Ол үшін бізге керегі жұмыртқа, тартылған тауық еті, сәбіз, пияз, аскөк, тұз, бұрыш, сұйық май, котлетті қуыруға арналған және формасын жасауға салқын су қажет. Алдымен тартылған етімізді дайындап қоямыз. Кейін блендерға пияз, сәбіз, аскөгімізді салып, барлығын жақсылап езіп араластырып аламыз. Араласқан массамызды тартылған еттің үстіне салып, бір жұмыртқаны қосып, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырып аласыздар. Орташа қызып тұрған отқа майларыңызды қыздырып аласыздар. Кейін котлеттарымыздың формасын жасау үшін алдымен қолдарыңызды салқын суға малып аласыздар. Біріншісін жасап болып, екіншісін жасайтын кезде тағы да қолдарыңызды суға маласыздар. Сол кезде сіздердің котлеттеріңіз қолға жабыспай, жақсы алынып түсіп отырады. Осылай бірнеше рет қайталайсыздар. Орташа қызып тұрған майға котлеттеріңізді екі жағынан қызарғанша қуырып аласыздар. Тез әрі оңай дайындалады, көп уақытты алмайды. Тауық етінен жасалынған котлеттер өте дәмді болады. Өздеріңізге жасап көруге кеңес беремін. Бір жасағаннан кейін қайта жасай бергілеріңіз келеді. Өте дәмді әрі сочный болып шығады. Ас болсын, назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.